Жедел ақпарат. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алашылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбарын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. 17 жастағы боксшының денесі табылды. Оның әкесі де жұмбақ жағдайда қаза тапқан. Канадалық атақты боксшы Артуро Гаттидің ұлы 17 жастағы кіші Артуро Гатти Мексикада қайтыс болды. Бұл туралы Станкізі ақпарат берді. Зерин басылымының мәліметінше, жасөспірім дүйсенбі күні күндіз Мексикада анасы Аманда Родригеспен бірге тұрып жатқан үйінде өлі күйінде табылған. Қайғылы оқиғаның себебі әзірге анықталған жоқ. Кіші Гатти бала кезінен бокспен айналысып, Олимпиада ойындарына қатысуды және кейін кәсіби ринге шығуды армандаған. Ол жиі әкесінің жолын жалғастырып, оның атын даңққа бөлгізгісі келетінін айтқан. Оның әлеуметтік желідегі парақшаларында Майк Тайсон секілді аты аңызға айналған спортшылармен түскен жаттығу суреттері көптен кездеседі. Артуро Гатти әкесі секілді 2009 жылдың шілде айында Бразилияда жұмбақ жағдайда көз жұмған еді. Ол кезде спортшы 37 жаста еді. Бразилия билігі боксшы өз-өзіне қол жұмсаған деп хабарлағанымен, туыстары мен достары бұл нұсқамен келіспеді. Тәуелсіз тергеу нәтижелер жарақаттарының сипаты суицидке сәйкес келмейтінін көрсетті. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.